Құрметті тыңдарман, әңгімені соңына дейін тыңдап, қолдай отырыңыздар. Ұсақ жаңбыр терезелерді сабалап, Назеркені мазасыз ұйқысынан оятты. Ол әлі де болса түндегі күңгірт елестердің әсерінен арыла алмады. Түсінде Дидар оған емес, көздері қоңыр түстес, бейтаныс әйелге күлімсіреп тұрған еді. Бұл көрініс оның жанын жай таптырмай, соңғы бірнеше апта бойы мазалаумен болған еді. Түсіндегі әйел қымбат кешкі көйлек киіп, алтын шаштары иығына төгілген, ал толық еріндерінде бір құпия сақталғандай әсер қалдыратын. Назерке осы ойлардан арылғысы келді. Әсіресе бүгін Дидар екеуінің үйлену тойларының жылдығы еді. Және ол бұл күнді жақсы көңіл күймен өткізуді қалады. «Қайырлы таң», деді Дидар маңдайынан сүйіп. «Жақсы ұйықтадың ба?» Оның дауысы жылы болғанмен, Назерке бірден бір нәрсенің дұрыс еместігін сезді. «Жақсы», деп жауап берді. Ол дауысын барынша қалыпта ұстауға тырысып, бірақ ішіндегі мазасыздық күшейе түсті. Соңғы кезде Дидар тым суық тартып, алыстап кеткендей. Ол жиі жұмыста қалып қоятын, ал демалыстарын гаражда өткізетін. Сол жерде ол өзінің жаңа микроавтобусымен айналысатын. Ол көлігін тасымал қызметінің мақтанышы деп атайтын. «Тасымал қызметі дейсің бе?» деп ойлады Назерке іштей күліп. Аптасына 2 рет жасалатын рейстер үшін бұл тым әлсіреп жіберген атау сияқты еді. Дидар әр жолы ескертусіз бірнеше сағатқа жоғалып кететін. Ал қайтып келгенде үстінен бөтен әйелдің әтірінің иісі шығып тұратын, және жүзінде жұмбақ күлкі байқалатын. Ол микроавтобусты бизнесін кеңейту үшін алғанын айтқанымен, Назерке түн ортасында оның белгісіз мекенжайлар мен телефон номерлерін құпия түрде жазып алатын. Тіпті жат есімдерді сыбырлап жататынын байқап қалды. Енесі Орынкүл болса, әрдайым өз ұлын қолдап Назеркеге: «Уайымдама, Назерке, Дидар бизнесмен, өзіне тән жұмыстары бар. Ер адамдар өздерінің барлық мәселелерін отбасына айта бермейді», деп жиі айтатын. «Сен тек үйіңде жайлы жағдай жаса, оған кедергі болма», деп ақыл қосатын. Ол бірақ жүрегі қызғаныштан жарылайын деп тұрған әйелге қалай сабырлы болуға болады? Назерке бұл жерде бір нәрсенің дұрыс емес екенін сезіп, алдау сезімі оны біртіндеп тұншықтыра бастады. Қорқыныш пен күмән бірте-бірте бойын жайлап, оны шаршатып жіберді. Бірнеше рет Назерке Дидармен ашық сөйлесуге тырысты. Бірақ ол әрдайым: «Мен жай ғана шаршаған шығармын, не болмаса саған тек қызық керек шығар», деп өзін қорғайтын. «Сен менен алыстап бара жатырсың, бірдеңені жасырып жүрген дейсің», деп сыбырлады Назерке. Көз жастары еріксіз ағылып: «Қойшы, Назерке», деп Дидар оны құшақтады. Бірақ оның құшағы суық жат еді. «Мүмкін менің бала көтере алмауым кінәлі ме?» деп ойлады Назерке. Бұл ой басына тиген қатты ауыртпалық секілді болды. Дидардың жүріс-тұрысы ғана емес, сонымен бірге оның күнделікті ұсақ түйектері де қызғаныш пен күдіктің күшеюіне себеп болды. Ерін далабынан қалған із жылдам өшірілген із емес. Хабарлама немесе үстіне басқа елдің ванил иісі бар әтірдің иісі шыққан сәттер Назеркені қатты уайымдатып, ішкі сезімі оны қателеспейтінін айтқандай болды. «Дидар, бүгін микроавтобуспен бір жаққа бармақсың ба? Мүмкін кешке мейрамханаға барып көңіл көтерерміз», деп сұрады Назерке. Таңғы ас үстінде ештеңе болмағандай. «Жоқ жаным», деді Дидар газетінен баса алмай. «Бүгін басқа қалаға жүк жеткізуім керек». «Қашан қайтасың?» «Түн ортасына таман, уайымдама. Бәрі жақсы болады». Бірақ Назеркенің ішкі дүниесі суып қалды. Ол бұдан әрі күтіп отыра алмайтынын түсінді. Шындықты білуге бекінді. Бірнеше күннен бері оның ойын Дидардың опасыздық жасауы мүмкін деген ой мазалаумен болды. Неғұрлым Назерке бұл ойды қуып тастауға тырысса, соғұрлым ол қайта оралып отырды. Оның ішкі түйсігі Дидардың жаңа көлігінде не болып жатқанын анықтауды талап етті. Сөйтіп ол
Таңды да, күндізгі уақытты да қорқыныш пен мазасыз күдікпен өткізді. Әр түрлі сценарийлерді ойлап, әрқайсысы алдыңғысынан да нашар еді. Ал күйеуінің сөздері оның ең ауыр күдігін растап, бұл жүк тасымалы жай ғана сылтау екенін көрсетті. Дидардың Назеркені алдап жүргені айдан анық еді. Жарайды, жастар өзара сырлассын. Менің өзімнің істерім бар, деп енесі есікке беттеп. Назерке оның соңынан қарап, ішінде әлденеге шешім қабылдады. Осындай мүмкіндік енді қайталанбас деп ойлады. Осы кезде Дидар да жұмысқа жинала бастады. Әдеттегідей қарапайым ештеңе болмағандай әрекет еткен ол Назеркенің жүрегіне тікенектей қадалды. Дидар олардың үйлену тойының жылдығын мүлдем ұмытқан еді. Күйеуі сүйікті қара күртесін киіп, үйден шығып кеткенде, Назерке терең демалып, іштей бекініп алды. Бұл шешімді ол соңғы бірнеше күн бойы ойша пісіріп жүрген еді. Шындықты білуім керек, қазір, немесе ешқашан, деген ой санасында жарқ ете қалды. Назерке терезеден күйеуінің сыртқа шыққанын бақылап тұрды. Дидар өз микроавтобусына қарай беттеді. Көлік үлкен, қара көк түсті, сыртынан жарқырап тұр. Назерке бұл сәтті босқа жібермеуге бел буды. Тез арада пальтосын киіп, үйдің артқы есігінен сыртқа жүгіріп шықты. Дидар капотты ашып, көлікке үңіліп тұрғанда, Назерке байқатпай микроавтобустың ішіне кіріп, артқы орындықтардың артына жасырынып үлгерді. Біраз уақыт өткен соң Дидар қайтадан рөлге отырып, қозғалып кетті. Жарайды, кеттік, деді ол өз-өзіне көлікті оталдырып. Микроавтобус жайлап жүре бастағанда, Назерке алда не күтіп тұрғанын білмей, іштей қобалжып қалды. Оның бар назары Дидарға ауды. Ал ойлары аласапыран болып, жүрегі алаңдаушылықпен атқақтап тұрды. Бұл әрекет оның өміріндегі ең батыл әрекеттердің бірі еді. Ол өзін біреудің құпиясына кіріп кеткен шпион сезінді. Бірақ бұдан басқа амал қалмағанын жақсы түсінді. 1 сағатқа жуық уақыт өтті. Бірақ бұл Назерке үшін тұтас бір мәңгілікке созылғандай. Дидар анда-санда айнаға қарап қояды. Бірақ көлікте өзінен басқа біреудің бар екенін сезбегендей көрінді. Назерке үнсіз отырып, қолдарының дірілін әрең басып отырды. Сол сәтте Дидар радио өшіріп, телефонды құлағына тосты. «Света, сәлем». «Я, жақындап қалдым», деді. Ал Назерке бұл есімнің оған таныс екенін бірден сезді. Бұл оның түсіндегі әйелдің есімі болатын. «Қазір жетемін, күтіп ал», деді Дидар. Назерке денесі мұздап кеткен сезді. Оның күдігі шындыққа айналғандай. Дидар шынымен оны алдап жүр екен. Және сол әйел Света. Көлік тас жолдан шығып, шағын коттедждерге апарар бір жақ жолмен бұрылды. Назеркенің жүрегі қысып, демі жиіліп кетті. Дидар бұл жерде не істеп жүр деп ойланып қалды. Ол көлік 2 қабатты үйдің алдында тоқтады. Үй жарық, үлкен терезелері бар газоны тап-таза болатын. Дидар есіктен түсіп, коттеджге қарай беттегенде, Назерке тығылып қалған жерінен сығалап қарап отырды. Күйеуі домофонның батырмасын басқаннан кейін есік баяу ашылды. Терезеден әйел сұлбасы көрінді. Ұзын шашты, сымбатты көрінді. Шынымен Света ма? Деп ойлады Назерке қорқыныш ұлғайып. Бірақ кенеттен үйден екеуі қара костюм киген ер кісі шығып, егде жастағы бір ер адамды қолтықтап әкелді. «Тыңда, Дидар», деді жігіттердің бірі. «Бұл сенің өміріңе тікелей әсер етеді. Егер бір нәрсе дұрыс болмаса, Темір мырза сені аямайды». Түсіндім, деді Дидар басын изеп. «Уайымдамаңыздар, барлығын тез және мұқият жасайын». Назерке бұл көріністен мүлдем түсінбей қалды. Бұл не, операция ма? Деген ой санасында жаңғырды. Дидар өзінің құпия өміріне тереңірек кіргенде көрінді. Ал Назерке оның махаббат қатынасына күмәнданып келгенімен, шын мәнінде мұнда
одан да күрделі жағдай бар екенін сезді. Жігіттер алып шыққан егде жастағы адам әлсіз дірілдеп тұрған тал сияқты көрінді. Қарт ер адамның қолында ескі тозған көрпемен дүкен аралау үшін арнайы жасалған шағын сөмке бар еді. Ал Асқар мырза, осында қанша уақыт бойы тынығып отырмақсың? Саған өзен жағасынан жайлы үй таптық. Қамқорлық үйіне баруға әлі ерте. Денсаулығың өте жақсы, деді қара костюмдегі жігіттердің бірі сенімді үнмен. Рахмет балам, ал сол үйдің құжаттары қайда? Мен сіздерге орталықтағы пәтерімді бердім ғой. Енді өз меншігімді қолмен ұстап көргім келеді, деді қарт адам ақырын ғана. Дидар қарттың сөздеріне алаңдап, оны жұбатуға тырысты. Уайымдамаңыз, бәрі дайын. Құжаттар үйдің ас бөлмесіндегі үстел үстінде жатыр. Үйге кірсеңіз болды, бірден көресіз, деді ол. Дидардың қасында тұрған бойшаң жігіттің даусындағы жалғандықты Назерке бірден сезді. Ол шындықты айтпай, өтірікті әбден үйренгендей көрінді. Қарт адам болса басын изеп, жөтел қыса бастады. Бұл қандай үй болды екен? Мүмкін қарттар үйі шығар. Бірақ неге бұл ірі жігіттер оны жасырын алып кетпек? Неге? Неге Дидар соншалықты жұмсақ дауыспен сөйлейді? Ол бизнесмен емес пе еді? Деп ойлады Назерке өзіне өзі. Бір сәтте Дидар көліктің есігін ашты да, жігіттермен бірге қарт адамды салонға енгізді. Назерке үшін бақыт болды. Асқар мырза алдыңғы орынға жайғасып, артқа қарамады. Сол кезде коттедждің есігінен ұзын сымбатты, жарқыраған шаштары иығына төгілген әйел шықты. Бұл көріністен Назеркенің денесінің мұздап кеткені сезді. Бұл Света, түсімдегі әйел, менің барлық қайғымның себебі, деп ойлады. Света Дидарға жақындап, ойланбастан ұзақ әрі құмарлықпен сүйіп алды. Дидар да оны құшақтап, сырттағы әлемді ұмытып кеткендей көрінді. Назеркенің жүрегі оттай жанып, қиналысы күшейе түсті. Рахмет жаным, сен нағыз әкесің. Ол сені мақтап отыр. Бұл жолы саған көбірек сыйақы бермек. Бірнеше миллион тұратын жылжымайтын мүлік, қала орталығында нотариус бәрін заңды түрде реттеп қойды. Ешқашан мін табылмайды, деді Света сыбырлап. Сен үшін әрқашан дайынмын, деді Дидар сәл қарлығыңқы үнмен. Бірақ абай болшы, деп өтінді. Света оның бетінен сипап, қарт болғанымен қарсыласуы мүмкін, деді ол тағы да. Әрине, екінші бағытпен жүреміз. Қазір бірінші жолмен жүру тиімсіз, деп жауап берді Дидар, көліктің моторын оталдырып. Дәл осы сәтте қара костюмдегі жігіттердің бірі жылдамдықпен есікті ашып, Дидардың жанына жайғасты. Осылай сенімдірек болады, деді ол. Басқа амал жоқ, деп еріксіз күлді Света. Уайымдамаңыз, Света ханым, осылай дұрысырақ болады. Бұл жерде мен, сізде жұмыс жасайтындар бар, деп сенімді түрде жауап берді күзетші. Айналасындағы адамдар тым қауіпті, әсіресе қара костюмдегі ер адамдар қатты үрей туғызды. Назерке көліктің артқы бұрышына тығылып, демін ішіне тартты. Көліктің тар кеңістігінен арзан ауа сергіткіші шаң мен бензиннің өткір иісі толтырды. Ол өзін аңдып жүрген аңшының құрсауында қалғандай сезінді. Осының бәрі оның шындыққа көзін жеткізді. Соңғы апта, тіпті айлар бойы оның жанын жегідей жеген күдік пен сұрақтар ақыры ақиқатқа айналды. Кезінде адал жанашыр күйеу ретінде танылған Дидар қараңғы істерге белшесінен батқаны белгілі болды. Алғашында бұл тек ұсақ-түйек өзгешеліктерден басталған еді. Жұмыстан кеш қайту, құпия телефон қоңыраулары, Дидардың тосынан телефон қоя салуы Назеркенің күдігін күшейте түсті. Назерке ешқашан Дидарды бай адам деп санамаған. Бірақ ол отбасына қарапайым, бірақ жайлы өмір сыйлады. Соңғы кезде олардың қаржылық жағдайы күтпеген жерден өзгеріп кетті. Жаңа көлік, қымбат жайқас, мұның бәрі бұрынғы өмірлеріне сай емес еді. Назерке күйеуінің осындай қара істерге қалай араласқанын түсіне алмады. Бұрын ол әрдайым адал, ашық,
көмекке дайын адам сияқты көрінетін. Бірақ қазір Назерке оның мүлдем басқа адамға айналғанын аңғарды. Бет-әлпеті, мінез-құлқы өзгерген. Көздерінде бұрынғы мейірімнің ізі де қалмаған. Дидардың заңсыз әрекеттерге қатысы бар екені белгілі болды. Ал бұл әрекеттер оның көңілдесі Света мен оның әкесі Темір мырзаның қолдауымен жүзеге асырылуда. Олар жалғызбасты қарттардың мүлкін алдап алып, олардың пәтерлерін заңды түрде өз аттарына аударып алады да, қарттарды белгісіз бағытқа тасымалдайды. Назерке артқы орындыққа тығылып, тынысын ішке тартып, дыбыс шығармауға тырысты. Оны үрей билегенімен ішіндегі қызығушылық пен шыдамсыздық одан да басым түсті. Микроавтобус ойлы-қырлы жолдармен, қала сыртындағы ескі жолдармен жүріп келе жатты. Дидар көлікті сенімді жүргізгенімен оның жүзінде алаңдаушылық бар еді. «Асқар мырза, дайынсыз ба?» деп сұрады ол артқы орындықта отырған қарт адамға қарап. «Дайынмын» деп айту қиын, бірақ шындығында сен мені қайда алып барасың? Деді қарт адам бір түрлі дауыспен. «Сізді жақсы қарайтын жерге апарам, тұрақты тұратын үйіңізге», деді күзетші Дидардың орнына. «Жасандылық танытпаңыз», деп сыбырлады Дидар. Асқар мырзаның жүзі өзгеріп, бір нәрсені алдын ала сезгендей болды. Ол басын изеп терең күрсінді. Назерке бұл сәтте толқып, көздерінен жас ыршып кетті. Дидардың маңдайынан суық тер шықты. Ал көлік ішінде отырған күзетші тыныштықты бұзып радионы қосып қойды. «О, міне, осылай дұрысырақ болады», деді күзетші. Микроавтобус тағы бір шұңқырға түскенде Асқар мырза жан-жағына қарай бастады. Ол Назеркені артқы бұрышта тығылып отырған жерінен көріп қалды. Назерке оған қолын аузына апарып үндемеуін ишарат етті. Бірақ қарт адам үнсіз қала алмады. «Сіз білмейтін шығарсыз, бірақ Темір мырза мен оның қызы Света нағыз қылмыскерлер. Олар бізден пәтерлерімізді тартып алып, артынша орманға немесе қоқысқа тастап кетеді», деді ол сыбырлап. «Бұл қалай болғаны?» деп жауап берді Назерке үрейлене. «Темір мырза бізге жақсы күтім мен жайлы жағдай болатын уәде етті. Бірақ кейін бізді тастап кетеді. Ал нотариустар бәрін заңдастырып үлгереді», деді Асқар мырза күрсініп. Назерке бұл сөздерді естігенде жүрегі дүрсілдеп, адреналины күшейді. Көзіне жас толды. Ол ешқашан сүйікті күйеуінің осындай сұмдықтарға араласуы мүмкін деп ойламаған еді. «Ал жергілікті билік мұны білмей ме?» деп сұрады Назерке. Әлі де сенбей. «Темір мырза оларға да ақша төлейді. Сол себепті олар оған көмектеседі», деп жауап берді қарт адам ащы күлкімен. Назерке қорқыныш пен шарасыздықтың арасында қалып, не істерін білмей қалды. Ол қарттарға көмектескісі келді, бірақ қалай? Дидар мен оның көңілдесі Светаның ұйымдастырған бұл қылмысты қалай тоқтатуға болады? «Біз қашуымыз керек», деп сыбырлады Асқар қарт. «Көліктен түскен кезде, мені шығара бастаған сәтте, сен де бірге қаш. Әйтпесе саған қиын болады». «Менің атым Назерке», деп сыбырлады ол күмілжіп. «Мен өз күйіммен қашам ба?» деп ойлады Назерке таң қалғандай. Бірақ ол іштей бекініп, қашуға бел байлады. Микроавтобус тастанды жолдармен жүріп, сырттағы күздің қараңғылығы күшейіп келе жатты. Назерке терезеден сыртқа қарап, тастанды алқаптар мен бос жерлерді көріп, жүрегі суыды. Кенеттен олар қаланың қоқыс полигонына келіп тоқтады. Бұл кең, шексіз орын. Бүкіл қаланың қоқысы үйілген мекен еді. Ауадағы қоқыс иісі тыныс алуды қиындатты. Дидар көліктен түсіп, есікті ашты да: «Таза ауада серуендеп алайық», деді мазақтай. «Не істеп жатырсыңдар? Мені босатыңдар», деп айқайлады Асқар қарт дірілдей. «Уайымдамаңыз, біз сізге қаланың ең керемет көрінісін көрсетеміз», деді күзетші әдейі келемештеп. Дәл осы сәтті пайдаланып, Назерке көліктен тез шығып, бар даусымен «Ата, қашайық!» деп
айқайлады. Асқар атасы бірден қозғалуға тырысты. Ол бұрынғыдан да жылдамырақ болып шықты. Назерке енді өзінің жүрегінде бұрын соңғы болмаған батылдықты сезді. Назерке мен Асқар қарт барынша жылдам жүгіріп, қоқыс үйінділерінен секіріп өтіп, өткір заттардан сақтануға тырысты. Бірақ оларды Дидар көріп қалып дауыстады. «Сен мұнда не істеп жүрсің?» «Мен енді бәрін білем», деді Назерке бәсең дауыспен. «Әрі сенің адамдарға осылай қиянат жасауыңа жол бермеймін». «Сен бәрібір кедергі бола алмайсың», деп ызаланды Дидар. «Тірі қалғың келсе, үндемей отырасың. Мынау әйелің бе? Сен мүлде есіңнен адасқансың ғой. Неге оны мұнда келдің?» деп қасындағы күзетші таңырқай айқайлады. Дидардың жүзі қап-қара болып төмен қарай түсті. Осы сәтте Назерке аяқ астындағы бір затқа шалынып құлап түсті. Дидар мен қасындағы күзетші Серік оны көріп мазақтап күліп жіберді. «Тиіспеңдер, оған арамзалар», деп Асқар қарт айғай салды да бірден Назеркені қорғауға ұмтылды. «Солай ма? Кімнің кім екенін көрейік», деп ашулана жауап берді Дидар. «Серік, ұста оларды». Серіктің көзінде қатыгездік оты жанды. Айналасында қоқыс үйінділері бар жерде кенеттен қарапайым қаңғыбастар пайда болды. Олар кір қожалақ және жыртық киімдермен қоршау құрып тұрды. «Әй сендер, мұнда не істеп жүрсіңдер?» деп сұрады қаңғыбастардың бірі. «Бұл сендердің ісің емес. Қайтыңдар», деп жауап берді Дидар. «Бізге бәрібір емес», деп қатуланды жас әрі бойшаң қаңғыбас. «Біз мұнда әлсіздерді ренжітуге жол бермейміз. Қайтыңдар, өздерің келген жаққа, сендердің заңдарың мұнда жүрмейді. Сендер бізден қорықпайсыңдар ма?» деп ашулана айқайлады Дидар. Бірақ сол сәтте қаңғыбастардың бірі тот басқан темір кесегін Дидарға қарай лақтырды. «Енді қашып құтыла алмайсыңдар», деп қаңғыбас сенімді түрде айтты. Сол сәтте қаңғыбастардың жетекшісі бұйрық беріп, олар Дидар мен Серікке шабуыл жасады. Ер адамдар мұндай қарсылыққа дайын болмай шықты. Олар өздерін қорғауға тырысса да, қаңғыбастар одан да күшті әрі ашулы болды. «Қашайық, Асқар ата», деп айқайлады Назерке. «Жүр тезірек, кетуіміз керек», деп жауап берді қарт. Олар екеуі микроавтобусқа қарай жүгірді. Ал қаңғыбастар олардың жолын ашып берді. Бірақ Назерке мен Асқар қарт ұзаққа бара алмады. Қаңғыбастар оларды қайтадан қуып жетіп, қоршауға алды. Сол кезде бір қаңғыбас топтан шығып, Назеркеге жақындады. Бұл сол қаңғыбас еді. Дидар мен Серікті қуа бастаған. «Сіз кімсіз?» деп сұрады Назерке қорқақ үнмен. «Менің атым Жеңіс», деп күлімсіреді ол. «Мұнда өзімше заң мен тәртіп орнатам». «Рахмет сізге», деді Назерке шын жүректен. «Мен үшін рахмет айтудың қажеті жоқ», деп жауап берді Жеңіс. «Кішкентай кезімнен әлсіздерге қиянат жасағандарды көре алмаймын. Жүріңіз, біздің баспанамызға барайық, тынығып алыңыз». Асқар қарт бірден келісті. Ал Назерке де қарсы болмады. Жеңіс оларды қоқыс пен ағаш сынықтарынан жасалған баспанасын алып келді. Іші тар, ауасы ауыр болғанымен тазалық сақталған. Қабырғаға ескі журналдардың беттері мен суреттері ілінген. Ал үстелде май шам жанып тұрды. Бұрышта кішігірім ошақта қайнап жатқан шай қазаны көрінді. «Өтінем, келіңіздер», деді Жеңіс орындыққа ишаралап. «Уайымдамаңыздар, бұл жерде қауіпсіз». Қоқыстың иісі мұрынды жарып тұрса да, Назерке өзін тыныш әрі қауіпсіз сезінді. Жеңіс оларға шай құйып берді. Қасына дүкеннен алынған тәттілерді қойды. «Рахмет сізге», деді Назерке шай құйған Жеңіске қарап. «Жоқ, қажет емес», деп жауап берді Жеңіс. «Қиын жағдайға тап болғандарға көмектесу парыз». Назерке Жеңістің көздеріне қарап, оның бойында зұлымдықтың емес, мейірімділіктің, қатыгездіктің емес, жанашырлықтың бар екенін байқады. Ол бұл жерде арасында да кейбір батырлардың күтпеген жерден туылатынын ұқты. «Біз осында өмір сүріп жатырмыз», деді Жеңіс отқа қарап. «Қоқыс алаңы біздің әлеміміздің»,
бейнесі сияқты. Біз керексіз деп санағанның бәрі осында жиналады. Кейде тіпті адамдар да қажетсіз қоқысқа айналып қалады. Ал мұнда сіз қалай тап болдыңыз? Деп сұрады Назерке өзін тыныш сезініп. Бұл ұзақ әңгіме, деп Жеңіс мұңайып жауап берді. Отбасымды жоғалттым, үйімнен айырылдым, ақыры көшеге түстім, деді Жеңіс ауыр күрсініп. Иә, өмір кейде тым әділетсіз, бірақ мен осындай өмір сүруді үйрендім, бейімделдім. Тіпті қараңғы жерден де сұлулықты көруге дағдыландым. Кімнің жағдайы қиын болса, соларға қол ұшын беруді өзіме парыз санадым. Сіз мықты адамсыз, деп сыбырлады Назерке, дауысының дірілдегенін аңғармай. Мықтылық бұлшық етте емес, деп күлімсіреді Жеңіс. Шынайы күш адамның рухында. Ол сырттан көрінбейді, іште сақталады. Ең маңыздысы қиындықтарға қарсы тұрып берілмеу. Осы арада тұрған адамдарды көріп тұрсың ба? Деп Жеңіс баспанасына қарай ишара жасады. Олардың бәрі көптеген қиындықтарды бастан өткерді. Бірақ олардың рухы сынған жоқ, жүректері әлі де тірі, үміттері сөнген жоқ. Назерке бас изеді де Асқар қартқа мейіріммен қарады. Бәрі де бекер емес екен деп ойлады ол ішінен. Көптен бері жүрегін қажаған күдік ақыры айқындалды. Дидары мен Светаның жасаған зұлымдықтарын әшкерелеу де, олардың соңынан аңду да бекер болмады. Мен бұрын адамдарға көмектесетімін, деп әңгімесін жалғастырды Жеңіс ауыр жұтынып. Бір күні жауын жауып тұрды. Қатты найзағай жарқылдап жел соғып тұр. Мен жол жиегінде қалтырылған кішкентай нәрестені көрдім. Ол ескі көрпеге оралған, ал жанында ешқандай хат та, еш белгі де жоқ еді. Сәбидің үнсіздігі менің жүрегімді жаралады. Бірден оны ауруханаға бардым. Дәрігерлер сәбиді қайда орналастыру керектігін білмей дал болды. Сол сәтте ойыма Кәмшат түсті. Ол үнемі бала сүйгісі келетін, бірақ бұл мүмкін болмай жүрген еді. Мен мұның тағдырдың берген белгісі екенін түсіндім. Біз бұл сәбиді асырап алуымыз керек деп шештім, деді Жеңіс. Сіз не істедіңіз? Кәмшат қалай қабылдады? Деп сұрады Назерке әңгімеге елігіп. Алғашында Кәмшат қуанды, деп Жеңіс күлімсіреді. Ол, біз бұл баланы аламыз, енді өзіміздің отбасымыз болады, деді. Мен қуанышымнан жеті қат көкте жүргенде болдым. Сосын не болды? Деп сұрады Назерке сыбырлап. Сосын, деп Жеңіс ащы күліп, еріндері тірілдеді. Кәмшат кенеттен бәрін тастап, басқа адаммен кетіп қалды. Мен дайын емеспін, бұл менің өз балам емес, мұндай жауапкершілікті көтере алмаймын, деді де жиналып кете барды. Біз бірге өмір сүрмегенде көрінді. Барлығы бос қиял сияқты болды. Жеңістің дауысында шаршағандық пен қайғының табы бар еді. Ол кеткен соң мен қатты азап шектім. Не үшін бұлай болғанын түсіне алмадым, бәрін жоғалттым. Жұмысымды, үйімді, өмірдің мәнін, деп сыбырлады Жеңіс. Назерке үндемей тыңдады. Оның жүрегі Жеңістің қайғысына толы болды. Ішімдікке салынып кеттім, деп жалғастырды Жеңіс. Алайда бұл тек уақытша ғана жеңілдік берді. Ақырында қоқысқа айналғандай болдым. Ешкімге керек емеспін, ешкімге пайдасызбын. Жеңіс бір сәт үнсіз қалды. Оның жүзіне терең қасіретпен қажу ізі түсті. Назерке Жеңістің қайғысын, оның жүрегіндегі ауыр жараны толық сезінді. Кейде мен оны әлі де көрем, деді Жеңіс сыбырлап. Ол жаңа көлікпен келеді, бақытты, қамсыз, ал мен осы жерде қалдым. Назерке Жеңістің сөздерінен тек жоғалтудың азабын ғана емес, сондай-ақ өткенді сағынуды, бұрынғы махаббат пен мағынаға толы өмірге деген сағынышты сезді. Сіз қанша адамның өмірін құтқардыңыз, сонша жақсылық жасадыңыз. Бұның бәрі бекер ме сонда? Деп Назерке көзіне жас алып сұрады. Құтқару тек жұмыс, деді Жеңіс баяу үнмен. Бірақ сені ең жақын адамың тастап кетсе,
Сенің бүкіл әлемің қираса, ешқандай құтқарылған адам маңызды болмай қалады. Назерке оның сөздерінің шындығын тереңнен түсінді. Жеңістің жанында ешқашан толтырылмайтын бос кеңістік қалғаны анық еді. Бірақ соған қарамастан Назерке оның жүрегіндегі әлі де үміт отының ұшқыны бар екенін сезді. Жеңіс әңгімесін аяқтаған кезде иығы салбырап, көздері мұңға толды. Ал балашы, деп сыбырлады Назерке, көзінен еріксіз жас ағып кетіп. Қорғансыз сәбиді тастап кету қаншалықты қиын болса да, оны мирас деп атадым, деді Жеңіс көздерін төмен салып. Ол балалар үйінде қалды. Мен оны жиі барып көрем. Қолымнан келгенше көмектесем, бірақ бұл мен қалаған отбасы емес. Жеңіс күннің батуға бет алған аспанына қасіретпен қарады. Айналада ауыр мұң мен шарасыздыққа толы тыныштық орнады. Назерке көз алдына мирасты елестетіп, жүрегі шымырлап кетті. Әлдекімнің тастап кеткен кішкентай сәбидің бейнесі оның жанын ауыртты. Ал Асқар қарт Жеңістің әңгімесін одан да терең түсініп, жанарында ауыр мұң байқалды. Сен жалғыз емессің, деді Назерке Жеңіске жанашыр үнмен жақындай түсіп. Сенің істеген ісің үлкен құрметке лайық. Сен баланы құтқарғың келді, отбасын құрғың келді. Қазірде мирасқа қамқор болғың келіп жүр. Бұл нағыз ерлік. Иә Жеңіс, сен сияқты адамдар қазір аз, деп қосты Асқар қарт. Барлық қиындықтарға қарамастан мейірімділігіңді жоғалтпағаның таң қалдырады. Бірақ мен қалай қалыпты өмірге ораламын, деп сұрады Жеңіс үміт пен шарасыздықтың арасында. Оның жүзінен қайтадан қалай бастаймын деген үрейлі сұрақтың ұшқыны көрінді. Сен шынымен мықтысың Жеңіс, деді Назерке сенімді үнмен. Ішкі күшіңді тауып, жаңа өмір бастауың керек. Басқа қалаға барсаң да, бір жеңіл желпі қызметке орналасып, немесе оқуды жалғастырып, жаңа мамандық алуға болады. Өмірде әрдайым жаңа мүмкіндіктер болады. Ал мирасше, мен оны тастап кеткім келмейді, деді Жеңіс бір сәтке даусы дірілдеп. Әрине, тастама, деді Назерке жігерлендіріп. Оған көмектесуді жалғастыра бер. Мүмкін бір күні ол ержетіп, сенің оған нағыз дос, әрі әке болғаныңды түсініп, саған алғыс айтар. Жеңістің көзінен жас тамшылап кетті. Рахмет сендерге қолдаулары мен мейірімдерің үшін, деді ол ішінен шыққан алғысын. Енді сірә туннельдің соңындағы жарық көріне бастағандай. Асқар мырза Жеңістің иығынан құшақтап, оны өзіне тартып, сен жақсы адамсың Жеңіс, деді жылы сөздерімен. Менің білуімше, нағыз мейірімді адамдарды тәрбиелегеніме 40 жыл болды. Сіз мұғалім болдыңыз ба? Деп таңдана сұрады Назерке. Иә, деп жауап берді Асқар қарт күлімсіреп. Мен математика пәнінің мұғалімі болдым. Өзімді әрқашан ақылды және болашағын болжай білетін адам деп санайтынмын. Бірақ мен өз баламды, Бегайдарды тәрбиелей алмадым. Бұл сөздерді айтқанда оның жанары сулап кетті. Бегайдарым дұрыс жолдан бас тартты. Мен оның болашағын жарқын ету үшін бәрін жасадым. Қосымша жұмыс істедім. Репетиторлықпен айналыстым. Еңбек ақымды арттыруға тырыстым. Бірақ Бегайдар жаман ортаға тап болды. Қарта, қыздар, кейін ақшасы таусылғанда қылмысқа барды. Бір күні полицияның тосқауылына түсіп, қашуға тырысты. Қолында қару болғандықтан қарсыласу кезінде көз жұмды. Әйеліңіз не істеді? Деп сұрады Назерке жұмсақ үнмен. Анар көп ұзамай қайтыс болды. Ұлымыздың қазасын көтере алмады. Одан кейін бір ай өтпей, жүрегі шыдамай үзілді. Мен де бәрін тастап кеткім келді. Бірақ кейін балаларға сабақ беруді жалғастырдым. Көмекке мұқтаждарға тегін білім бердім. Сіз өз шәкірттеріңізден көмек сұрадыңыз ба? Деп сұрады Назерке қызығушылықпен. Жоқ, ешқашан. Олардың бәрі жоғары қызметке қол жеткізді. Бірақ мен ұмытып кетті. Ал мен олардың әр қайсының атын, жүзін жақсы есімде сақтаймын, деп жауап берді Асқар қарт
қарттықтың сырын сездіре. Назерке оның мейірімділігіне, қайтпас қайсарлығына ерекше құрметпен қарады. Жеңіс те Асқар мырзаның әңгімесін мұқият тыңдады. Өйткені өз тағдыры да қиын болған. Жеңіс анасының үнемі ішімдікке салынып, өзі де тек аз ғана қаражатпен күн көріп жүрген балалық шағын есіне түсірді. Анасының тазалықшы болып істеген еңбегі ұлының қажеттіліктерін қамтамасыз етуге жетпей қалған еді. Көпшілік Жеңіс туралы жаман болжамдар айтатын. Олар оның өмірінің түрмеде аяқталатынына сенімдеді, немесе ол бұзақы болып кетеді деп ойлайтын. Бірақ Жеңіс жоғары сыныпқа келгенде кенеттен өзгеріп, өз өмірін қолға алды. Құжаттарын алып, әскерде қызмет етті. Содан кейін жедел жәрдемде жұмыс істей бастады. Мұғалімдерімнің айтқаны дұрыс болып еді. Жеңіс ауыр күрсініп, отқа бір шоғын лақтырып, менен түк шықпайды. Міне, өмірімді қаңғыбас ретінде өткізіп жатырмын. Бірақ өкпем жоқ. Тағдырыма не жазылса, соны көреміз деп, ол иығын көтерді. Жоқ, Жеңіс, олай емес, деп байыппен жауап берді Асқар қарт, басын шайқап. Адамның бақыты өз қолында. Әркім өз өмірін өзі қалыптастырады. Ең бастысы, қандай қиындық болса да, адам болып қалу. Мен сенің таңдауыңды айыптамаймын. Бұл сенің өмірің, сенің шешімің. Бірақ менің де алданғанымды білесің бе? Өзім сияқты қарттармен бірге өмірімнің соңын тыныштыққа өткіземін деп ойлаған едім. Темір барлығын өз пайдасына шешті. Ол алдымен қарттарды байқап, олардың мүлкі жайлы ақпарат жинайтын. Содан кейін нотариусты шақырып, барлық мүлікті өз атына жаздыруға көндірді. Маған да орнына үй беретін тең құнды баспана болатынын айтып сендірді. Мен орталықтағы пәтерді тастап, табиғат аясындағы шағын үйді армандадым. Қармақты алып, өзен жағасында отырып, балық аулап, итімді серік етіп. Бірақ өмір басқаша шықты. Жеңіс басын изеп, иә, бәрі де осылай болуы керек еді. Бірақ тағдырдың ойыны басқа болды, деді күлімсіреп. Оның көңіл күйі жақсарғандай көрінді. Мұнда жақсы адамдармен танысу оны жігерлендірді. Жұлдызды аспанға көз тастап, уақыттың кеш болғанын байқаған Жеңіс Назерке мен Асқар қартқа ұйықтауды ұсынды. Ал өзі үйшіктің сыртында отырып, от жағып, жұлдыздарға қарап демалуды шешті. Назерке алдымен күмәнданғандай болды. Бірақ басқа амалы жоқ екенін түсінді. Оның денесі шаршағанмен, ойы әлі де аласапыран күйде еді. Бірнеше күн бұрын ғана оның өмірі мүлдем басқаша болатын. Дидармен бірге жайлы өмір сүріп жатқан еді. Тіпті енесінің қатысуы олардың қарым-қатынасына кедергі келтірмейтін. Бірақ микроавтобустың сатып алынуымен барлығы өзгерді. Сол кезде Назерке ғана күйеуінің шынайы бейнесін көрді. Ол өзін қайырымдылық үйінің иесі ретінде көрсетіп, қарттарды алдап, олардың мүлкін тартып алып жүр екен. Сен қалайша осындай қатыгез бола аласың, деп ойлады Назерке. Қаншама қарттың тағдырын бұздың. Ал Жеңіс болса, қиын жағдайға тап болған қарттарға алғашқы көмек көрсетіп, олардың қалаға қайтып, полицияға шағым беруіне көмектесіп жүрді. Өкінішке қарай, Дидар мен Темір мырзаға қарсы нақты дәлелдер жоқ еді. Себебі барлық мүліктерін өз еріктерімен, заңгердің қатысуымен берген болатын. Назерке қалың картоннан жасалған төсекте жатқанда, үйшіктің төбесіндегі кішкентай тесіктен әлсіз жұлдыздарды көріп тұрды. Ал Асқар қарт сол кезде ұйықтап, жеңіл пысылдап жатты. Ол кез келген жерде, тіпті өте жайсыз жағдайларда да тез ұйықтай алатын. Назеркенің ойлары өткен шаққа қарай орала бастады. Ол Дидармен алғаш танысқан сәтін есіне түсірді. Олар студенттік кеште бау маскарадта кездесті. Барлығы маска киіп алғандықтан бір-бірін дауыстарынан ғана тануға болатын еді. Назеркені би алаңында биік бойлы, кең иықты, қоңыр көзді жігіт биге шақырды.
Оның бет-әлпеті маскаға байланысты көрінбеді. Бірақ ол Назеркені биге шақырған сәттен бастап-ақ ерекше көңіл күйге бөлген еді. Кештің соңында жігіт маскасын шешіп, өзін таныстырды. Ол Назеркені үйіне дейін шығарып салуды ұсынды. Жол бойы ол қызықты әңгімелер мен анекдоттар айтып, Назеркені күлдіріп отырды. Үйдің есігіне жеткенде ол батылдық танытып, Назеркені бетінен сүйді. Бұл күтпеген оқиға Назеркенің жанын толқытып жіберді. Содан бастап екеуі кездесе бастады. Алғашында олардың ортақ таныстары бұл жұптың ұзаққа бармайтынын ойлады. Өйткені олардың мінездері де, қызығушылықтары да үйлеспейтін еді. Бірақ Дидар өзінің табандылығымен Назеркенің жүрегін жаулап алды. Достарының күмәндарына қарамастан, ол Назеркеге үйлену туралы ұсыныс жасады. Назерке оның ұсынысын еш ойланбастан қабылдады. Себебі ол Дидарға ғашық еді. Басында бәрі жақсы сияқты көрінгенімен, Назеркенің өміріндегі басты қиындық болашақ енесі болды. Ол Назеркені алғаш көргеннен-ақ ұнатпады. Бұл ол үшін түсініксіз еді. Өйткені оның отбасы да аса бай емес болатын. Және олар да Дидардың жанұясы сияқты жүк тасымалымен айналысатын. Назерке өзі мансап болған жоқ. Керісінше Дидардың көлеңкесінде қалып, оның бизнесін заң шеберінде ұстауға көмектесуді таңдады. Бірақ Назерке қанша тырысқанымен Дидардың өзгерген мінезін тоқтата алмады. Уақыт өте келе Дидар өзін ұстай алмай, Назеркеден алыстай бастады. Бір күні ол басқа ел тауып, заңсыз істермен айналыса бастады. Бұл істер заңды тасымалдаудан әлде қайда көп табыс әкелетін еді. Ал Назерке болса, өмірінің күрт өзгергенін сезініп, қоқыс алаңындағы картоннан жасалған төсекке жатып, не істерін білмей, терең ойға батты. Енді әйелің не істейді? Темір мырза болған жайтты білгенде қалай болады? Деп сұрады Серік, мазасыздана. Білмеймін, бірақ менің кінәм жоқ. Әйелімнің көлікке мініп, мені аңдайтынын қайдан білейін? Деп жауап берді Дидар. Бәрібір, бұл сенің мәселең, деп жауап берді Серік. Сен басшыға не айтарыңды ойластырып ал. Бәлкім Света сені қорғап қалар. Сен менің жеке өміріме араласпай-ақ қой, деп ашуланды Дидар. Мен Светаны шын сүйем. Егер оған зиян тигізсең, өкінесің. Серік қолын беліне апара бере тоқтап қалды. Қаруын үйде қалдырғаны есіне түсіп, қателік жасағанын ұқты. Ол Дидар мен Асқар қарттың қиындық туғызатынын ойламаған еді. Барлық ойлағандай оңай болса, олар қазір шефтің кабинетінде отырып, ақша санап отыратын еді. Бір сәт ойланып, Серік, сен білесің ғой, Темір мырза бізге мұны кешірмейді. Ал әйелің сенің полицияға баратыны анық, деді. Не айтқың келеді? Серік, айтқаныңды тура айтшы, деді Дидар ашулана. Біз ақшамызды аламыз да, біраз уақытқа қашамыз. Темір мырза жаңа құрбан тапқанша тыныш бола тұрамыз, деп ұсыныс жасады Серік. Дидар бұл ойға келісімін берді. Жаз бұл жылы қуаң болды. Ал күз тіпті жаңбырсыз өтті. Біз бәрін жоспарлағандай жасайық. Отты бірнеше жерден жағамыз, сонда олар қашып үлгермейді, деді Дидар сеніммен. Сол уақытта Жеңіс далада отырып, жұлдыздарға қарап армандап отырған еді. Ол Кәмшатпен бірге баланы асырап алғанда өмірі қалай болатынын ойлап отырғанда, кенет күйіктің өткір иісін сезіп, қауіптің жақындағанын түсінді. Жеңіс дереу орнынан тұрып, айналадағы қаңғыбастарды оятып, оларды шұғыл түрде шығуға шақырды. Қоқыс алаңындағы қаңғыбастар Жеңістің жетекшілігімен өздерінің заттарын және жануарларын алып, Жеңіс көрсеткен бағытпен сыртқа қарай жүгіре бастады. Соңғы қаңғыбасты алаңнан шыға бере от алаңды түгелдей шарпыды. Көп ұзамай өрт сөндіру көліктерінің дабдалы естіліп, бірнеше өрт сөндіру бригадасы өртпен күресуге кірісті. Бұл уақытта Дидар мен Серік
Әлде қашан іздерін жасырып, қала шетіне қарай қашып кеткен еді. Олар өздерін жеңімпаз сезініп, қауіптен аман қалдық деп ойлады. Бірақ Жеңіс пен Қаңғыбастар қауіптен аман шығып, полицияға барып, Назерке мен Асқар қарттың оқиғасын баяндап берді. Жеңіс оқиға орнында өрттің жайдан жай шықпағанын бірден түсінді. Қоқыс алаңы бірнеше жерден бір уақытта жана бастаған. Бұл әдеттегі жағдай емес еді. Жеңіс бұл іске біреулердің қасақана араласқанын сезді. Ол Назерке мен Асқар қартты қудалаған адамдардың өртке қатысы бар екеніне күмәні болмады. Алғашында журналистер Жеңістің сөздеріне сенімсіздікпен қарады. Оны елестің немесе күйзелістің әсері деп қабылдады. Алайда Назерке мен Асқар қарт оның айтқандарын растағаннан кейін ғана жағдай айқындала түсті. Журналистер барлық қажетті ақпаратты ал құқық қорғау органдарына берді. Ал полиция дереу қызметкерлерді іздестіру операциясын бастады. Осы уақытта Дидар мен Серік өз істерінен бейхабар болып, қара түсті микроавтобуспен қайырымдылық үйіне жақындап келе жатты. Оларды жолда патруль көлік тоқтатты. Жол патрульді қызметкерлері түн ортасында жүк көлігінің қалада жүруін күдікті деп танып, тексеру қажет деп шешті. Жылдам, Дидар, қашу керек, әйтпесе бәрімізді ұстап алады деп айқайлады Серік. Бірақ ол ұзаққа бара алмады. Жақын маңдағы полицейлер оларды тез арада ұстап алды. Дидар ұсталмай жатып-ақ өз сыбайластарына қарсы куәлік бере бастады. Ол өз теріс істері мойындап, өзіне жеңілдік алуға тырысты. Таң ата қайырымдылық үйінде тінту басталып, ондаған қарттың шынайы жағдайы анықталды. Асқар қарт барлығын егжей-тегжейлі баяндап берді. Оның айтқандары Дидар мен сыбайластарының қылмыстарын әшкерелеуге көмектесті. Темір мырза мен Света әуежайда ұсталды. Олар Еуропаға ұшуға дайындалып жатқан еді. Света полиция қызметкерлеріне әкесінің заңсыз әрекеттерін толық мойындады. Сөйтіп оған қарсы куәлік етті. Осылайша Назерке мен Жеңіс батыр ретінде танылды. Олардың оқиғасы телеарналарда кеңінен таралып, халық арасында үлкен әсер қалдырды. Нәтижесінде қарттардың мүліктері заңды иелеріне қайтарылды. Асқар қарт өз пәтеріне қайтып келіп, жаңа өмірін бастағандай болды. Ал Жеңістің ерлігі арқасында қоқыс алаңындағы ондаған қаңғыбас аман қалды. Қала басшылығы Жеңіске әлеуметтік орталықтан жұмыс ұсынды, және ол бұл мүмкіндікті қуана қабылдады. Жеңіс жаңа қызметке кірісіп, жақсы нәтижелерге жетті. Ол аймақтағы көмек қорын басқарып, өз ісіне толық берілді. Бұл уақытта Назерке мен Жеңіс бір-біріне жақындап, жаңа қарым-қатынас орнатты. Ақыры екеуі отбасын құруға шешім қабылдады. Осыдан кейін Жеңіс Назеркемен бірге Мирасты балалар үйінен алып келді. Бала оны асыға күтіп жүрген еді. Ал Жеңіс оған шынайы әке болды. Енді Мирас өз отбасында шынайы жылулық пен махаббатты сезінді. Әке, бізге інім мен қарындасым керек, деді Мирас жолда ойнап келе жатып. Балаларды 40 қабатта табады дейді ғой, демек бізге бақша керек. Жеңіс Назеркеге күлімдеп қарады. Екеуі бірге күліп жіберді. Олар енді нағыз жанұя болып, жаңа өмірге қадам басты. Қалалықтар бұл шағын бақытты отбасын көріп, олардың шынайы сүйіспеншілігі мен бірлігін сезінгендей болды. Құрметті тыңдарман, зейін салып тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Өз ойларыңызды, өмірден түйген кеңестеріңізді төменге жаза отырыңыздар. Келесі әңгімелерді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар.